182-ші есеп. 1, 4, 0, 7 цифрларынан тұратын 3 санына бөлетін 2 таңбалы санды жазыңдар. Ал қарайық. 3 санына бөлінетін 2 таңбалы сан. Сан 3-ке бөліну үшін не болу керек? Оның цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек. Сондықтан қарайық, біздер 14 дейік. 14 жазатын болсақ, ол 3-ке бөліне ме? 1 қосылған 4, бұның цифрларының қосындысы 5 болады, ал 5 3-ке бөлінбейді. Сондықтан 14 бізге келмейді екен. Қарайық, 10 жазып көрейік. 2 таңбалы сан болғасын, 2 таңбалы деген 2 цифрдан құрылады деген сөз. 10 жазып көрейік. 10-ның цифрларының қосындысы неше болады? 1 қосылған 0, ол тағы да 3-ке бөлінбейді. Енді қарап көрейік. Қандай сан бөлінеді екен? 47 де 3-ке бөлінбейді. Сондықтан бұл сандарға қарап отырсақ, біздер 2 таңбалы сан құрастыра аламыз ба 3-ке бөлінетін жалпы? Қарайық, бізде қандай сандар бар? 1 бар, 4 бар, 0 бар, 7 бар. Бізге сан 3-ке бөліну үшін кез келген 2 сан ішіндегі цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек қой. Ал мына жерде 1-ді 4-ке қосатын болсақ, 5 шығады, ол 3-ке бөлінбейді. 4-ті 0-ге қосайық, 4 шығады, ол да 3-ке бөлінбейді. 4-ті 7-ге қосайық, 47. 47 4-ке 7-ні қосқанда 11 болады, 11 де 3-ке бөлінбейді. 1 мен 0-ді қосайық, 1 болады. 1 мен 7-ні қосайық, 17, 8 болады, ол да 3-ке бөлінбейді. Сондықтан біздер бірінші пунктіне айтамыз. Осы сандарды қолдана отырып, 3 санына бөлінетін 2 таңбалы сан шығару мүмкін емес дейміз. Екіншісін қарап көрейік. 2 санына бөлінетін 3 таңбалы сандар дейді. Сан 2-ге бөліну үшін, оның соңғы саны 2-ге бөліну керек. Немесе 0, 2, 4, 6, 8 сандарына аяқталу керек. Сан 3 таңбалы болғандықтан біздер ол 3 саннан тұрады деген сөз. Біздер ол санды ең соңғы саны 2-ге бөлінетін сандар қылып құрастыру керекпіз. 170 мысалы, немесе 400 неше болады? 404 болсын. Немесе 740 болсын. Бұл сандардың барлығы да 2-ге бөлінеді, өйткені оның ең соңғы цифры 2-ге бөлінеді. Үшінші есепті қарап көрейік. 2 мен 5 сандарына бөлінетін 3 таңбалы сандарды жазыңдар. Сан 2-ге және 5-ге бөліну үшін қандай болу керек? Ол біріншіден жұп болу керек, және екіншіден ол 5-ге бөліну керек. 2-ге бөлінетін сандар қандай сандармен аяқталуы мүмкін? Олар 2, 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталуы керек. 2-ге бөлінетін сандар. Ал 5-ге бөлінетін сандар, олар 5-ге бөлінетін сандар 0, немесе 5 бен аяқталуы керек. Сондықтан сан 2-ге және 5-ге бөлінетін болса, ол екеуінің бір-біріне ұқсас қандай санмен аяқталуы керек? Тек қана 0 бар, екеуінен бірдей келіп тұрған. Ол сан 0 мен аяқталуы керек екен. 3 таңбалы болғандықтан санның құрамында 3 цифрдан тұрады деген сөз. Және біздер жаңа айтып өткендей, ол сан 2-ге және 5-ге бөліну үшін ол 0-ге аяқталуы керек екен. Сондықтан біздің санымыз мысалы 140 болсын, ол 2-ге және 5-ге бөлінеді. Немесе 710 болсын. Бұл санда 2-ге және 5-ге бөлінеді. Жалпы сан 2-ге және 5-ге бөліну үшін бір мезетте ол 0-ге аяқталады деген сөз, ол сан 10-ға бөліну керек деген сөз. Міне осылай біздер 182-ші есепті шығардық. 3 санына бөлінетін 2 таңбалы сан құрастыра алмаймыз. 3-ке бөлінетін. Екінші есепке сан жұп сан болса болды, ол 0-ге немесе берілген сандардың ішінде жұптар 4 немесе 0-ге бітетін болса, ол 2-ге бөлінеді. Үшінші есепте біздер 2 мен 5-ге бір мезетте бөліну үшін ол 0-ге аяқталу екенін анықтадық та, мынандай сандарды жаздық.